Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін біз 3-ші сыныптың математика сабағынан 64-ші сабағын өтетін боламыз. Балалар, біздің арнамызға міндетті түрде подписаться батырмасын басып жазылып алыңдар, себебі біздің арнамыздан математикадан басқа қазақ тілінің сабақтарын тегін оқып, өздеріңнің үй жұмыстарыңды, түсінбеген тақырыптарыңды қарап, сабақтарыңды жасай аласыңдар балалар. Ендеше балалар, біз сабағымызды бастайық. Есептер шығару бүгінгі тақырыбымыз Қазақстандағы спорт ғимараттары. Сен есептер шығаратын боласың. Бірінші А есеп балалар бізде мұз айдындардың ауданын өсу реті бойынша ата дейді. Енді балалар, бірінші бізде медеу дүниежүзіндегі ең ірі жасанды мұз айдыны бейнеленген. Оның ауданы бізде 10.000 квадрат метр екен. Одан кейін Алау жасанды мұз айдын сарайы ауданы 700 квадрат метр екен. Алматы арена жасанды мұз айдын сарайы ауданы 600 квадрат метр екен. Енді балалар, осы мұз айдындардың ауданын өсу ретімен жазайық. Өсу ретімен жазатын болсақ, балалар, біз ең бірінші кішкентайынан үлкеніне қарай жазамыз. Яғни бірінші бізде сонда Алматы арена жасанды мұз айдын сарайы 600 квадрат метр екен. Одан кейін Алау жасанды мұз айдын сарайы бізде 700 квадрат метр екен. Сосын балалар, бізде соңғысы ең үлкені медеу дүниежүзіндегі ең ірі жасанды мұз айдын 10.000 квадрат метр кіреді екен. Осылай балалар, бірінші 600 квадрат метр, одан кейін 700 квадрат метр, одан кейін 10.000 квадрат метр болады екен. Енді келесі бізде балалар, осы бірінші есептің А есебі. Осы санды деректерді пайдаланып дейді, есептер құрастыр және оларды шығар дейді. Яғни балалар, біз мынандай есеп құрастырсақ болады. Алматы арена 600 квадрат метр, Алау 700 квадрат метр, медеу 10.000 квадрат метр. Барлығының ауданы қанша деп біз есеп шығарамыз. Олардың барлығының ауданын табу үшін біз балалар не істейміз? Шешуінде біз балалар барлық аудандарды бір-біріне қосамыз. Яғни 600 квадрат метр қосылған 700 квадрат метр қосылған 10.000 квадрат метр болады. Сонда бізде балалар барлығын қосқанда 11.100 квадрат метр шығады екен. Сонда жауап бізде балалар барлығының ауданы 11.100 квадрат метрге тең екен. Келесі бізде балалар екінші есеп. Егер тік төртбұрыштың ауданы белгілі болса, оның ұзындығы мен ені қандай болуы мүмкін? Мүмкін нұсқаларды ата дейді. Яғни балалар, бізде ауданы 48 квадрат дециметр, 45 квадрат сантиметр және 18 квадрат метр деп берілген екен. Олардың ұзындығы мен ені қандай болуы мүмкін екенін біз болжап көрейік. Мысалы балалар, бірінші ауданы 48 квадрат дециметр болса, яғни бұл жерде балалар бірінші нұсқада ұзындығы 6 дециметр, ені 8 дециметр болуы мүмкін. Екінші нұсқада бізде балалар ұзындығы 16 дециметр, ені 3 дециметр болуы мүмкін екен. Келесі 45 квадрат сантиметр болса, ауданы 45 квадрат сантиметр, бірінші нұсқада бізде балалар ұзындығы 5 сантиметр, ені 9 сантиметр болады. Ал екінші нұсқада балалар бізде ұзындығы 15 сантиметр, ені 3 сантиметрге тең болуы мүмкін екен. Келесіде бізде балалар 18 квадрат метр ауданы болса, қандай ұзындығы мен ені болуы мүмкін? Бірінші нұсқада бізде балалар ұзындығы 6 метр, ені 3 метр болады. Екінші нұсқада бізде балалар ұзындығы 9 метр, ені 2 метрге тең болуы мүмкін екен балалар. Осындай бізде балалар нұсқалар шығады екен. Келесі бізде балалар үшінші есепте дейді. 45 килограмм бөлінген 9. Енді балалар, бұл жерде 45 килограммды 9-ға бөлсек 5 килограмм шығады. Келесі 1 дециметр 2 сантиметр бөлінген 2 дейді. Бұл бізде балалар 6 сантиметрге тең екен. Себебі 1 дециметр дегеніміз 10 сантиметрге тең. 10 сантиметрге 2 сантиметр қоссақ 12 болады. 12-ні 2-ке бөлсек бізде 6 сантиметр шығады екен. Келесі 6 сантиметр 3 миллиметр бөлінген 7. Бұл бізде балалар 9 миллиметрге тең. Себебі 6 сантиметр дегеніміз 60 миллиметр, оған 3 миллиметрді қоссақ 63 миллиметр. 63 миллиметрді 7-ге бөлсек бізде 9 миллиметрге тең болады екен. Балалар. Енді келесі бізде балалар 27 грамм бөлінген 9. Бұл бізде балалар 27-ні 9-ға бөлсек 3 граммға тең болады екен. Келесі бізде балалар 4 дециметр 8 сантиметр бөлінген 8. Бұл бізде балалар 6 сантиметрге тең, себебі 4 дециметр дегеніміз бізде 40 сантиметр, оған 8 сантиметрді қоса 48 сантиметр, оны 8-ге бөлсек бізде 6 сантиметр шығады екен. Келесі 36 центнер бөлінген 9. Бұл бізде балалар 36-ны 9-ға жай бөлгенде бізде 4 центнерге тең болады екен балалар. Келесі бізде төртінші есеп
Есепте дейді 9 метр азайтылған 205 сантиметр. Бұл жерде балалар 9 метр дегеніміз 900 сантиметр, одан 205 сантиметрді азайтсақ, бізде 695 сантиметр болады екен. Келесі 4 дециметр азайтылған 15 миллиметр. Тең болады 4 дециметр дегеніміз 400 миллиметрге тең, одан 15 миллиметрді азайтсақ 385 миллиметр шығады екен. Келесі 5 центнер азайтылған 185 килограмм. Бұл жерде балар 5 центнер дегеніміз 500 килограмм, одан 185 килограммды азайтсақ 315 килограммға тең екен. Келесі 1 тәулік азайтылған 15 сағат. 1 тәулік бізде балар 24 сағатқа тең, 24 сағаттан 15 сағатта азайтсақ, бізде 9 сағатқа тең болады екен балар. Келесі 2 тәулік азайтылған 40 сағат, 2 тәулік дегеніміз бізде балар 48 сағатқа тең, 48 сағаттан 40 сағатта азайтқанда бізде 8 сағат қалады екен. Келесі 1 тонна азайтылған 8 центнер. Балалар, бұл жерде бізде 1 тонна дегеніміз 10 центнерге тең, яғни 10 центнерден 8 центнерді азайтсақ, бізде 2 центнер қалады екен. Келесі бізде балар 1 килограмм азайтылған 465 грамм. Бұл жерде балар 1 килограмм дегеніміз 1000 грамм, 1000 граммнан 465 граммды азайтсақ, 535 граммға тең екен. Келесі 1 километр азайтылған 602 метр. Бізде балар 1 километр 1000 метрге тең екен, 1000 метрден 602 метрді азайтсақ, бізде 398 метрге тең болады екен. Келесі соңғы бізде балар 1 дециметр азайтылған 45 миллиметр. Бұл жерде балар 1 дециметр дегеніміз 100 миллиметрге тең, 100 миллиметрден 45 миллиметр азайтсақ, бізде 55 миллиметр қалады екен балар. Осылай балалар есепті шығарады екенбіз. Енді келесі бізде балар 5-ші есеп. Тік төртбұрыштың ұзындығы енінен 3 есе ұзын дейді. Оның ауданы мен периметрін тап дейді. Енді балар, бұл жерде бізде ені берілген, яғни ені 2 сантиметр, 1 сантиметр және 3 сантиметр. Ал оның ұзындығы дейді, енінен 3 есе үлкен дейді. Яғни балар, біз ұзындығын табу үшін біз енін 3-ке көбейтеді екенбіз. Сонда бізде балар оның ұзындығы шығады. Одан кейін балар, біз ұзындығы мен енін білсек, ауданы мен периметрін таба аламыз. Енді балар, бұл жерде бірінші біз ұзындығын тауып алайық. Ол үшін біз біріншіде 2 сантиметр, бірінші фигурада 2 сантиметр ені, оны 3-ке көбейтсек, бізде 6 сантиметр шығады екен, яғни ұзындығы бізде 6 сантиметрге тең. Келесіде 1 сантиметр ені, оны 3-ке көбейтсек, бізде 3 сантиметр ұзындығы шығады екен. Келесі 3 сантиметр ені, 3 сантиметр ені 3-ке көбейтсек, бізде 9 сантиметр шығады екен. Яғни балалар, бізде ұзындықтары 6 сантиметр, 3 сантиметр және 9 сантиметр болады екен балалар. Енді келесі бізге балалар периметрін табу керек біз. Енді периметрін табу үшін бізде балалар өздерін білетіндей, периметр тең 2 көбейтілген жақша ішінде А көбейтілген А қосылған Б деген біз формуланы қолдануымыз керек біз. Яғни периметр тең болады 2 көбейтілген жақша ішінде. Біріншіде бізде ені 2 сантиметр, ұзындығы 6 сантиметр. Екеуін қосамыз тең. 2-ні 6-ға қоссақ 8, 8-ді 2-ке көбейтсек 16 сантиметрге тең болады екен балалар. Енді келесі фигураның периметрін табу үшін біз балалар периметр тең 2 көбейтілген 1 сантиметр, мынау 1 сантиметр қосылған 3 сантиметр екен, тең болады. 1 сантиметрге 3 сантиметр қосақ 4 сантиметр, 4-ті 2-ке көбейткенде периметр 8 сантиметрге тең екен. Келесі периметр тең болады, яғни балалар, бұл жерде ені 3 сантиметр, ұзындығы 9 сантиметр. Периметр тең 2 көбейтілген жақша ішінде 3 сантиметр қосылған 9 сантиметр. Тең 3-ке 9-ды қосақ бізде 12, 12-ні 2-ке көбейткенде бізде периметрі 24 сантиметрге тең екен. Яғни балалар, бұл фигуралардың периметр біріншісінікі 16 сантиметр, екіншісінікі 8 сантиметр, үшіншісінікі 24 сантиметрге тең екен. Енді келесі бізге балалар ауданын табу керек. Ауданын табу үшін біз балалар ұзындығы мен енін көбейту керек біз. Яғни біріншісінде бізде балалар 2 көбейту 6 болады. 2 сантиметрге 6 сантиметрді көбейтсек, бізде 12 квадрат сантиметр шығады екен. Екінші фигурада балалар бізде 1 сантиметрді 3 сантиметрге көбейтеміз, ауданы 3 квадрат сантиметр шығады екен.
Енді үшіншісінде балалар 3-ті 9-ға көбейтеміз, яғни ені ұзындығына көбейтіледі. Сонда балалар 3 сантиметр көбейтілген 9 сантиметр тең 27 квадрат сантиметрге тең екен. Яғни балалар аудандары 12 квадрат сантиметр, 3 квадрат сантиметр және 27 квадрат сантиметрге тең болады екен. Бұл есеп бізде балалар осылай шығады. Еш жерінен қате жіберіп алмаңдар, балалар. Енді келесі бізде балалар 6-шы есеп. Есептерге сызба таңдап оларды шығар дейді. А есебі. Сым орамынан 4 метр кесіп алынды. Бұл сымның барлық ұзындығының 3-тен 1 бөлігін құрайды. Сым орамының барлық ұзындығы қанша дейді. Енді балалар, А есебі. Ұзындығы 27 метр сым орамының 3-тен 1 бөлігі кесіп алынды. Қанша метр сым кесіп алынды дейді. Енді бұл жерде балалар сым орамын бірінші А есебінде балалар сым орамынан 4 метр кесіп алынды дейді. Яғни балалар, бұл жерде бізде екі сызба берілген. Біріншісінде бізде А есебінде бізде балалар бірінші кесінді жатады, ал екінші А есебіне бізде екінші кесіндіні қойсақ, алсақ болады. Балалар, осыған сәйкес келеді екен. Енді бұл жерде балалар бірінші сызба А есеп болғаннан кейін, мына тор көзге біз 4 метр деп жазамыз. Енді сым орамынан 4 метр кесіп алынды деп тұр. Яғни осының барлығынан ұзындығының ол 3-тен 1 бөлігін құрайды дейді. Яғни біз балалар сым орамының барлық ұзындығын табу үшін 4 метрді 3-ке көбейтеді екенбіз. Сонда 12 метр шығады екен. А есебінің жауабы сонда бізде 12 метрге тең екен. Енді А есеп балалар. Ұзындығы 27 метр сым орамының 3-тен 1 бөлігі кесіп алынды дейді. Қанша метр сым кесіп алынды дейді. Енді бұл жерде балалар біз бірінші мына жерге тор көзге 27 метр толық екенін жазып қоямыз. Мына жерге 12 метр деп жазуды ұмытпаймыз. Келесі 27 метр деп жазып қоямыз. Енді біз балалар 3-тен 1 бөлігі кесіп алынды дейді. Қанша метр сым кесіп алынғанын білу үшін біз 27 метрді 3-ке бөлеміз. Яғни 27 метрді 3-ке бөлгенде бізде 9 метрге тең болады. Яғни сұрақ белгісіне біз 9 метр деп жазады екенбіз балалар. Келесі бізде балалар 7-ші есеп, есептерді шығар дейді. А есебі. Ұлдарға 6 жаңа жылдық костюм тігу үшін 12 метр мата жұмсалды. Осындай 8 костюм тігу үшін қанша метр мата қажет дейді. Енді балалар, бұл жерде бізде бірінші мынандай есеп шығарамыз. Енді 6 жаңа жылдық костюмге 12 метр мата жұмсалғандықтан біз 12 метрді 6 жаңағы костюмге бөлеміз. Сонда бізде әр қайсына 2 метрден кеткен білеміз. Енді осындай 2 метрден 8 костюм тігу үшін біз 2-ні қанша метр мата қажет болған білу үшін біз 2 метрді 8-ге көбейтеміз. Сонда бізде 16 метр шығады екен балалар. Енді балалар, біз мына есептің шартын жазу үшін кестені пайдалан деп тұр. Бір бұйымға бізде жұмсалатын шығын сонда 2 метр, оның саны 8 метр, жалпы шығын 16 метрге тең болады екен. Сонда. Енді А есеп балалар бізде қыздарға 2 кофтаға қанша мата жұмсалса, ұлдарға 3 жейде тігу үшін сонша мата жұмсалады. Егер бір кофтаға 3 метр мата жұмсалған болса, онда әр жейдеге қанша метр мата қажет дейді. Енді балалар, бұл жерде біз мынандай есеп шығарады екенбіз. Бірінші біз 2 метрді балалар 2 метрді 3-ке көбейтіп аламыз. Сонда бізде балалар барлығы 6 метр кеткен екен. Енді осындай ұлдарға 3 жейде тігу үшін біз 6 метрді 3-ке бөлеміз. Сонда бізде балалар 2 метрден әр жейдеге кеткенін білеміз. Енді сонда бізде балалар мына кестені былай толтырамыз. Бірінші, бір бұйымға жұмсалатын шығын 2 метр, оның саны 3, яғни 3 жейде, жалпы шығын бізде 2 метрді 3-ке көбейткенде 6 метр кетеді екен балалар. Бұл есеп бізде дәл осылай шығады екен. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Міндетті түрде подписаться батырмасын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңдар. Біздің арнамызда математиканың есептерін, қазақ тілінің жаттығуларын бірге орындап, бірге шығаратын боламыз балалар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңдар. Сендерге сабақта тек қана сәттілік тілеймін.